Ağa sержант Нұрхат Жұмахан. Ne болды baurum? Ал? Жайша тоқтаттың ба? Саламатсыз ба? Саулығыңызды тілеймін. Танымадың ба? Таныдым. Сен мен тоқтататын дәрежеге жеттің бе не? Жоқ. А? Ал? Мен тоқтататын дәрежеге жеттің бе не? Жоқ. Неге тоқтаттың мен? Жоқ, неге Сен мен кім екенін білесің ба? Иә. Ал, біліп тұр, неге тоқтаттың? Жоқ, неге сіз тоқтатқан жоқпын аға? Мен тоқтатып атқан машина сіздің арғы бетіңізге кіріп кетті да мен бүйтіп отырмын, сіз тоқтап қалдыңыз оны. Жарайды, қойшы бол. Ал? Попал, плати. По красному шешеміз ба, по черному шешеміз ба, қалай? По красному, по черному деген не ол? Ей, бастығыңа звондап шешейін ба мәселені? Жоқ, звондамай-ақ қойыңызшы. Әлде көшенің жігіттеріне звондайын ба? Ешкімге звондамай-ақ қойыңызшы, басеке. Қалай шешеміз енді? Осылай кете салам ба енді? Аға, по красному да емес, по черному да емес. По зеленому шешіп келейік та. Жарайды. Қайталанбасын, е? Қайталанбайды аға. Жарайды. Бір жолға кешірдім. Болды, мен де кешірдім аға. Қайталанбасын. Болды, қайталанбайды. Сіз де қайталамаңыз, е? Құдай ай, нем бар еді? Бір жиіп тоқтатып көрейші дедім. Барымнан айырылдым ау. Жүрегім. Өте берсін. Жарықтық, сенің ана байыңды айтам. Бейшара жақсы адам еді. Иә, Ерте кетіп қалды. Ой, тастап кетті ғой мені. Тастап, ерткеніне тастаған жоқ. Жетіскеніне тастаған жоқ. Қызғаныштан кетті осы орында. Сені қызғанам деп менен. Мені менсінбей қойды ғой кезінде. Соған тибең не болды, өліп қалды. Қойшы, қайдағын айтпай. Жарайды енді, өткен кетті, өтіп кетті ғой енді. Несін айта береміз? Иә. Енді қанша жылына көрші болып тұрып жатырмыз. Енді ақыры өзің тимедің маған. Иә. Ана немере қызың көзге түсіп қапты. Сол қызыңды алайық біз. Қай балаңа? Немере балаға. Менің қызым әлі жас қой? Ой, саған жас болып көрінген ба, біздің балаға үлкен болып көрініп қапты соғыз. Студент қой әлі. Дұрыс. Студент болса 20-дан асты ғой енді. Не қыласың оны? Аманатты қайта табыс ету керек иесіне. Сәл сол екеуін қосайық. Құдағи болып жақындасайық ең болмаса. Немене? Қызын сұраса не, бере салат деп ойлайсың ба? Тегін жатқан қыз бар ма еді? Енді тегін тапса тегін бер деген атам қазақ. Қош. Ой, аманаттан құтылсайшы. Иесіне тапсырып. Аманат қой қыз деген. Әуел ана айтып отырған балаң қандай бала өзі? Ой, бала мощный, қалада тұрады. Үлкен баланың баласы ғой. Оқыған. Балаң қаншада? Бала 30-да. Есейіп кетіпті ғой, осы уақытқа дейін неге үйленбей жүр? Енді оқиын деп үйленбей қалды. 2 дипломы бар. Мынандай 2 дипломы бар. Мінекей. Көзі ашық, көкірегі ояу. Бала идеальный. Бала ішпейді. Шекпейді. Былай налево-направо жүрмейді. Қылтың-сылтың қыздарға бармайды. Көшеге шықпайды. Күн батса. Кредиті жоқ. Штрафы жоқ. Налогтан косяғы жоқ. Сотталмаған. Бұндай балан қайдан табасың? Тоқта. Ішпесе, шекпесе, налево-направо бармаса, түнде үйден шықпаса, қыздармен қыдырмаса, кредиті болмаса, штрафы болмаса, өзі сотталмаған болса, әлгі балаңның есі дұрыс па? Ой, әзілдеп отырмын. Немерем бар ма? Тура өзім сияқты. Таза дурак. Қызың адам қып алады ғой, ойындамаш. Жоқ еді. Бәрімізді сөйтіп келді үйлентік қой. Бір қатын адам қып алды ғой. Несін таң қалып отырсың?
осыдан қашып құтылсам, темекіні қоям, спортпен айналсам. Қайда кетті? Не үшін қолып жүр? Не үшін қолып жүр? Ұстап алуымыз керек. Осыдан қуып жетсем, темекіні қоям. Сен ше? Спортпен айналсам. Сен ше? Аясы. Кет, ана шақалды ұстап алайық. Кірейік сана. Балам, біз де бала болғанбыз. Бірақ сенің қазіргі замандай сенің мерекеңде бізде мереке болмаған. Балалар күні деген күн болмаған біздің кезімізде. Кейіннен ғой? Бақытты ғой. Бақытты ғой бала, бақытты балдар ғой. Сені бүгін бір ресторанға алып келіп, бүгін сенің мерекең тойлап берейікші деп. Өзіміздің де балалық шағымызды еске алайық деп, жан. Онда тапсырыс берейік, жан. Балам, не жейсің? Папа, мен бар ғой, мороженое жеймін, сосын ималат жеп. Ималат, лимонад қой. Жаным сен? Мен 8 палочка шашлик. Бәрекелді. Мен сыра ішейінші бүгін сенің мерекеңде. Даяша? Келіп кетесіз ба? Інім, бізге келіп кетші бізден тапсырыс алып кетші. Иә, саламатсыздар, келіңіздер. Таңдаңыздар. Меню ма? Меню. Мороженое 2000 теңге дейді. Мороженое 2000 теңге ма? Портусы 2000 теңге. Қымбат қой, Папа. жарайды, бала үшін ештеңе етпейді. Бала үшін ештеңе етпейді. Иә, бір күнге. Иә. Шашлик 6000 теңге ма? Иә, Бір палшықсы? бір палшықсы 6000 теңге. Недеген қымбат мына жер? Білмеймін. Елер қайда спиртной сусындарыңыз? Спирт сусындар. Так. Сыра 8000? Иә, бір кружкасы 8000. Онда басқа кафеге бар. Кстати, кешіресіздер. Бүгін міне балалардың мерекесіне орай біздің мейрамханамызда балалардың барлық нәрсе тегін. Солай ма? Иә, тек балаларға. Не ішіп жесе де ма? Не ішіп жесе де тегін. Рахат тартты ғой? Мен мороженое мен лимонадым тегін. Жоқ, қоя тұр, онда басқа тапсырыс берейік онда. Былай болсын. Маған балмұздақ, менің жұбайыма ималат. Иә, лимонад. Ал балаға 4 кружка пива, 8 шашлик. Иә? Тездетіп әкеле қойшы. Балаңызға 4 кружка пива. Мерекең құтты болсын, балам. Жаным, балам. Мереке. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бұл қандай мекеме? Банк? Банк па? Банктың күшті болады екен ғой банк деген, Қандай банк? Хана банк. Хана банк деген не деген керемет аты, Не екен андай күшті екен андай асхана, шайхана деген сияқты, құлаққа жағымды естіледі дегенше. Иә. Айтыңыз. Мен мынау сіздердің банктеріңізге келіп едім мынау кассетқа кірсем ба деп. Қош келдіңіз. Иә, рахмет. Кассетқа кірудегі мақсатыңыз? Менің кассетқа кіру мақсатым, мына өмір маған дымда қызық болмай кетті ше. Қызықсыз болып кетті мына өмір маған. Достарымның ешқайсысы араласпай кетті менше. Одан кейін мынау ағайын туыстарым араласпай кетті. Көршілерім араласпай кетті менімен. Солай болады. Достарыма звондаймын ғой ше. Келсеңдерші жолығайық та бір жерде отырайық та десем бар ғой ше. Уақытымыз жоқ, біз кассеттамыз досым. Қазір сенімен жолығамаймыз дейді та ше. Сосын туыстарыма звондаймын. Келсеңдерші, үйге келсеңдерші. Бір ет салып қазанға. Бір әңгіме айтайық та келсеңдерші, сағындым ғой десең бар ғой. Ойбай, барамаймыз, басымыз кассетта деп бар ғой. Үйіне барсам, үйінде жоқ. Бәрі кассетта екен сөйтсем, оказывается. Оны қоя беріңізші. Көршім бар да 7 бала шағасы бар. Күйеуі таң азанымен былай кетеді, әйелі былай кетеді. 7 бала шағасына ешкім қарамайды, қалады сол күйі. Сонымен айтам да, сен былай қарай кеттің. Мына бала шағаларыңа кім қарайды десем бар ғой. Маған айтады да ше, басымыз кассетта. Біз қалай бағамыз бала шағамызды? Біз кассетта жүрміз ғой, біз басымыз кассетта ғой дейді да ше. Соған қызығам ше өмірлерінде ше. Менің өмірім түк қызықсыз болып кетті қазір бар ғой ше. Қолым бос, жатам, отырам керек болса. Балыққа барам, кинотеатрға барам, спорт залға барам. Ал көршілеріме, ағайын туыс достарыма қарасам, безілдеп жүгіріп жүреді бар ғой. Тіршілік деп бар ғой, кәдімгі қолдары тимей бар ғой. Сосын көршімнен сұрадым. Кассет деген не болды деп. Сөйтсем, ой, сен білмейсің ба кассетті дейді маған, білмеймін десем, ой, бүкіл ел, әлем кассетта ғой қазір дейді да. Сон мен
сол ел жұрт құсап мен де басымды көтере алмай, таңнан азанға шейін ұйықтай алмай, ұйқым болмай, қиналып, аузымнан суым құрып, жұмыстан жұмысқа, сонда егіліп, жұрттар сияқты өмір сүрейші мен де бар ғой. Мен де бір касетқа тығып беріңізші. Ал сіз қанша сомада касетқа кіргіңіз келеді? Мен ба? Бір 20 миллиондық касетқа тығыңызшы мен аямай. Бұрқ өткізіп шаңын шығарып тұрып тығыңызшы мен касетқа. Мен сізді 20 миллионға 20 минутта тұрам ғой. Жақсы болды ғой. Я тығып беріңізші мен. Болды. Иә. Андай қып шыға алмайтындай қып тығыңызшы мен, иә? Шыға алмайсыз өзіңізде үрім бұтағыңызбен шыға алмайсыз. Иә, сондай қып тығыңызшы, аямай тығыңызшы. Мені басқа адамдар көрген кезде бар ғой, өзінің касиягын ұмытып кететіндей қып тығыңызшы менше. Менің проблемамды көргенде жылап жіберетіндей қылыңызшы. Иә. Ал, Нұрхат мырза. Иә. Сізді құттықтаймын. Сіз касеттасыз. Рахмет мені. Мен енді бұдан бұлай ағайын туыс, дос шарам дегендермен араласпаймын мен. Рахмет сізге бар ғой. Көршілермен де араласпаймын менше. Бұдан кейін мен касяктамын, звондамаңдар маған. Алақай, мен касяктамын. Құтты болсын касеттаңыз. Неменең жетісіп телефон шығып отырсың, а? Жұмыстан шаршап келдік, демалып отырмыз, не болыпты? Шаршап келген адамның түрі емес қой мынау? Қандай адам тұра? Курортқа барып келген адам тұр ма? Не болды? Неменеге келіп тұрған тиісіп жатсың? Неменеге тиісіп жатсың? Сен үйде не ішіп отыр, не жеп отыр деп уайымдамайсың, я? Уайымың жоқ қой сенің. Білесің ба, үйде ештеңе жоқ, азық-түлік таусылды. 0. Кеше әкеп бергеніміз қайда? Не әкелдің? Өткенде әкеп бермей қойдым. Дымда болған жоқ ол. Болмаса алып келсең, не дейсің? Магазиннен барып алсайын. Ақшам жоқ алатын. Ақшам болмаса қарыз қыл. Қайтып төлейсің? Айлықтан төлейміз, береміз. Еркек басыңмен күзетші болып табатының 50 000 теңге, соны әңгіме қылып отырсың ба? Соны жеп отырсыңдар ғой бәрің. Соны ақшамнан, айлығымнан. Білесің ба? 50 000 теңге әкелесің да, өзің 150 000-ның тамағын жейсің ғой? Кім? Сен! Мен емес, сен көп тамақ жейтін бұл үйде. Сен жейсің тамақты. Сен көп жейтін тамақты. Сен! Қарасай денеңе, менің денемді қара, сенің денеңді қара. Айналайын, бұның бәрі ісік. Менің бүйрегім ауырады, білесің ба? Алла шипа берсін саған. Қарасай, мойындамайды ғой ше. 150 000-ның тамағын жеп алып отырсың, қарасай. Салыстырып көреміз ба? Немен салыстырмақшысың ал? Салыстырып көреміз ба? Салыстырамыз ал. Салыстырамыз, қас көресің. Қас отыру үшін, қас көреміз. Қас көреміз, міне. Міне, қара, таразға қарап отыр. Міне. 94, 2 қабын шықпайды екем. Көрдің ба? Енді сен шық. Көрейік. Көр. Не болыпты ал? Көрдің ба? Міне, 130 кило, менен салмағың ауыр. Тамақты сен көп жебатсың. Сен көп жейсің тамақты. Сен көп жебатсың, салмағың ауыр ғой өйткені. Айналайын, 130 кило деп қоймайсың ғой? Сен білесің ба? Сендей ит мінезді еркекке шыдап жүрген, әулетіңді күліп қарсы алатын, күліп шығарып салатын. Жүрегі алтын, жүйкесі темір, бүйрегінде тасы бар. Мендей әйел әрине салмағы ауыр болады. Әйелдің ішкен жегенін есептейтін еркекті сенен көрдің? Оңбаған десе. Сонда да көп жейсің ғой сен. Қалай ойлайсыз? Осындай керемет оқыған, керемет жауап беріп тұрған, нақты әрі толық жауап беріп тұрған қызға қалай бес қоймаймыз? Иә, қоямыз бесті. Ал, құрметті Сүлейменова, өттіңіз 5 сізге. Рахмет. Бара берсеңіз болады. Міне, осылай жауап берсе ғой бәрі. Ал келесігі бізде? Зеренбаев. Зеренбаев. Зеренбаев кірсін. Сен ба Зеренбаев? Мен ғой. Келдің ба? Ақыры алдыма иттей боп, келместей боп кетіп ғой. Қалай емтиханға дайынсың ба? Көреміз қалай дайын екеніңді. Ал, билет ал. Көрейік дайындығыңды.
Сұрағыңды оқы. Шыңғысханның 500 әйелі болған, 352-ші әйелінің аты қандай, руы, тегі, жүзі қандай? Ал, Зеренбай, дайынсың ба экзаменге? Дайындалсам дейм ағай. Дайындалып кел. Көреміз қазір 4 жыл бойы қалай оқығаныңның нәтижесін. Біз де көреміз. Не көресің сен? Бізге 4 жыл бойы берген біліміңіздің нәтижесін көреміз. Оңбаған кет бар дайындал. Қара мұны. Сен немен қолы қарап отырсың маған? Саған не жоқ? О, ассалаумағалейкум. О, алейкум ассалам, ай асылжамсың? Я? Ой, шырттай киініп, қолыңда гүлің бар. Жолың болсын. Келдіңізге бара жатқан едім ақсақал. Келінге барасың ба? Бүгін бір кездесуіміз бар еді О, екеуміздің. бәрекелді. Жақсы. Ой, А? ой, носкиің қайда? Қандай нәски? Ой, на туфлидің ішінен носки кимейсің ба, шолақ? Ой, жоқ ой. Қазір мода ғой носки кимеу. Ой, мода. Стиль. Модыңды қоя тұр, сен қазір қызға бара жатсың. Ана қыз сенің жалаң аяқ, жалаң бас. Мына бір сорлы бейшара екен, өзіне носки алуға жарамай жүрген, мені қалай асырайды деп. Қош, шошып қашып кетеді ме сенен? Ой, көке, қазір қыздар нәски жоқ жігіттерге ғашық қой. Не дейді айналайында? Ой, сендер де бар ғой. Қайдағы бір бәлен істеп жүрсіңдер? Сасиды ғой аяғың енді. Сасымайды кез, неше түрлі спрейлер бар ғой, сеу-сеу кетіріп аласың ғой. Ана біреуің жана құлағына сырға тағып алып. Ана бір жігіт жүр, шашын өсіріп алып, қыздар ұқсап. Ана біреуің жана бір қыздарын кіндігін ашып алып. Сен жүрсің тобығың ашық. Ой, мына тобықтан білесің ба, суық кірсе не болатын? Не болады? Адам тобықты жауып жүр, мынандай етік киіп жүр керек. Саптама етік. Мына жерде суық өтпеу керек адамның. Ертең жүресің сон, біреуің туамай, біреуің тоғызамай. Ой, ақымақ десейші. Мода ғой, мода. Енді анау туфлиң ішінде нәскиң жоқ екен. Шалбарың ішінде іш киімде жоқ шығар онда? Чота не тосын сені? Подозрительный түрің сенің. Нәски кимеген адам іш киімде кимейді ғой? Жоғай. Бар болса да анандай шығар бір. Қандай? Әлжуаз бір жіңішке бірдеңе шығар. Қырғыш бар е? Не айтып жатсың? Жынды ма? Бар ғой? Ұятсыз. Жүрсің қарада, төк жер. Құдай ұрсын, жарасса Құдай ұрсын. Ой, батталып. Сұра аяғыңды. Ой, күшті ғой әдемі ғой. Несі әдемі? Тақтан үсті, пардан үсті аяқ қойған кімді көрдің? Әкең үйінде отырсың ба? Әкең үйінде отырсың ба деймін? Вот именно әкем үйінде отырмын ғой. Кім айтты саған әкең үйде? Бұл білім ошағы, білім ордасы бұл. Күлетін әңгіме айтпаңызшы. Вот именно осы мектептің ішіндегі тақталар, парталар, мына жарық шамдар менің әкеме әперген. Так что бұл менің екінші үйім. Қалай сөйлейм, қалай жүрем, қалай отырам, өзім білем. Сонда біз кім болдық? Сіздер ма? Сіздер менің қонағымсыздар ғой. Қонақ қойдан жуас деген тыныш болсаңызшы. Жарайды, балдар, не амаңдар? Көңіл аудармаңдар, сабағымызды өтелейік. Үйге не тапсырма берілді? Ашында дәптерлеріңді. Отыра беріңдер. Жағдайларың жақсы ма? Ешкім ренжітіп жатқан жоқ па? Балаң қалай жағдай? Жақсы, батя. Болды. Тоқтаңыз. Не болды? Сіз кімсіз? Кімсіз? Әкіммін мен. Әкіммін деп қой. Осы қаланың әкіммін мен. Әкім болсаңыз, есік қақпай кіре бересіз ба? Сабақ өтіп жатырмыз мына жерде. Мен әкіммін ғой, мен рұқсат сұрамаймын ғой. Рұқсат сұрасам несіне әкіммін мен? Неге маған десең, президент болып кетпейсің сен? Неге президент болып кетпейсің? Осы тартып өтесің бе? Диплом сатып алдың ба? Сатып алған жоқпын. Оңбаған мақұс көрсетем мен сіздерге. Оңбаған, маған десең неге президент болып кетпейсің сен?
Оңғар, отырамыз, тынышталамыз. Қайсың әкімнің баласы? Тірек орнына, тарт аяғыңды. Кел аяғыңды. Көргенсіз. Тұр орнынан. Сабақ айт. Үйге берген тапсырманы айт маған. Қазақ хандығы. Так. Қазақ хандығы. Керей, Жәнібек. Так. Қасым ханның қасқа жолы. Так. Есім ханның ескі жолы. Жеті жарғыны айт. Жеті жарғы. Бірінші жарғы. Так. Бірінші жарғы. Так. Отыр екі. Оңбаған да сен. Отыр, оқымайтын сабақты. Оңбаған. Көргенсіз өңшең. Қайсысын басаң да, әкең мен шешеме қорқпақыңдар мені. Айбет дейсенді. Ой, болмай, қазақ тарихында мұғалім әкімнің құйрығынан тепті деген кім көріпті? Соны айтам да, бірақ бар ғой, қат тептіңіз. Алдында анау дайындықта жай теуіп жүредіңіз, кеше қат тептіңіз. Түнімен өтім ауырып, ұйықтай алмай шықтым. Кешіріңіз. Балдардың көзінше образ қарып кеткен ғой. Ашынай көрінсін дедім да, өтірік екен біліп қалмасын дедім. Дұрыс. Осы соны дұрыс істедік па кешегіні? Мырзахан ағай, өте дұрыс істедік. Бұл эффективный әдіс. Міне көрдіңіз ба? Мына ұстазын ұлықтамаған елдің болашағы жоқ дейді. Ондай бар, ол бар. Біз сіздерді ұлықтамасақ, біз сіздерді жоғары көтермесек, кім көтереді? Мырзахан ағай, тағы кімнің баласы оқымай, сабаққа келмей, сіздің мазаңызды алып жүр? Айтыңыз. Ай, осы да жетер. Жоқ, жетпейді, айтыңыз. Айта берейін ба? Айтыңыз. Анау сіздің бірінші орынбасарыңыз бар ғой? Әкім орынбасар. Соның баласы шатақ. Оқымайды. Балдарға тиіседі. Соны собала қиындау. Сосын біздің мектеп директорының баласы да өте қиын. Анау жаңа әкесіне сенеттағына сабақ оқымайды. Тыңдамайды мұғалімдерді. Мектеп директоры кім еді сіздерде? Бізде сол кім ғой жаңағы? Тұрсынхан ағай ғой. Тұрсынхан ағай? Болды. Қазір сөйлесеміз онда. Ақмарал, маған анау бірінші орынбасарымды және 18-ші мектептің директоры Тұрсынхан ағай шақырып беріңізші алдыма. Жылдамырақ келсін, Ай, қажеті жоқ емес па? Бар, қажеті бар. Балық басынан шірейді дейді Мырзахан ағай. Енді бәрін теуіп шығасыз. Мені ғана теуіп бересіз ба? Барлығын теуіп шығасыз. Ай, бүкіл әкімдер сіз сияқты болса, біз қашан дамып кетеміз ба? Өз қолымызды өзіміз балтамен шауып жүрміз ғой әйтпесе. Рахмет. Өз баламызды өзіміз бұзып жүрміз ғой. Рахмет сізге де рахмет.